Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allah'a şükürler, sansız maqtaular bolsun. Allah Taala'nın kalauымен mineki bugün olsa el jurттың жәрдем көмегімен мына көріп тұрғандарыңыздай Түймекент ауылындағы Түймекент округтық мешітті мінеки бой көтеру үстінде. Осы күнге дейінгі болған жетістіктеріміз, құрметті көпшілік жамағат, осы сіздердің игілікті істеріңіз, жақсы ниеттеріңіз арқасында Алланың үйі жер бетінде мінеки бой көтеріп жатыр. Иншалла, енді бұдан былайда бірталай жетіспей атқан жұмыс тіршіліктері бар. Осы Алланың үйіне сіздердің иншалла ниеттеріңіз жаңартып, бір Алланың разышылығы үшін Алланың үйіне үлестеріңізді қоссаңыздар, иншалла қиямет күні алатын үлестеріңіз өте мол болар еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім қайбір мүмин мұсылман Аллаһның үйіне келіп бір кірпішін қойса, ол кірпіш оның 7 ұрпағына жетеді. Ал енді қайбір пендеде Алланың берген мүмкіншілігі болса, ол өзінің күшіменен мешітті толық бастан аяқ тұрғызатығын болса, оның сабабы оның қияметке дейінгі ұрпағына жетеді дейді. Бұл хақ Аллаһның елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан жеткізген. Енді осындай нелерді, фазилаттарды негізге алып отырып, иншалла бізді қолымыздан келгенше осы Аллаһның үйіне үлесімізді қоссақ, жәрдемдесек, Аллаһның бізге толық жәрдемі болады, иншалла, құрметті жамағат. Алла Тағала баршамызға есендік, амандық, үнемі осындай жақсы амалдардың үстінде бас қосуымызды Раббымыз нәсіп еткей. Алла разы болсын баршаңызға. Ассаламуалейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Ардақты пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын бір хадисінде былай деген екен: кім жер бетінде Алланың үйін салуға ат салса, Алла Тағала ол кісіге жұмақтан орын дайындайды. Жалпы мешіт салудың сауабы үлкен екені жайында Алла Тағала Құран кәрімде Алла Тағаланың мешіттерін тек Аллаға және ақырет күніне иман еткен, намаз оқыған, зекетін берген және Алладан басқа ешкімнен қорықпайтындар ғана салады дейді. Мына өздеріңіз көріп тұрған құрылысы аяқталмаған мешіт Жамбыл облысы Байзақ ауданы Түймекент ауылында орналасқан. Қазіргі кезде қаражат тапшылығына байланысты құрылыс жұмыстары уақытша кідіріп тұрған жайы бар. Құрметті мұсылман бауырлар, сіздер де осы мешіттің құрылысына мүмкіндігінше қол ұшын беріп, сауапты қайырлы іс жасауға ат салсаңыздар, нұр үстіне нұр болатыны сөзсіз. Сауапты іс жасаймын деген бауырларымыз үшін мына жерде осы мешіттің құрылыс қорының реквизиттері көрсетілген. Құрметті мұсылман бауырлар, бәріміз ауыз біршілігі жарасқан ел екенімізді көрсетіп, осы мешіттің құрылысының толық аяқталуына қол ұшын берейік. Сауапты істен сіздер де шет қалмаңыздар.